Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Жетісу облысының Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханасының Сырлы қалам бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта балалар жазушысы, әдебиет сыншысы, алаштанушы ғалым Елдос Тоқтарбай. Қош келдіңіз, Елдос аға. Қош көрдік. Жалпы Елдос аға, алғашқы сұрағымызды мынадан бастасақ. Сіздің жазуға деген ынтаңызды ашқан кітап қандай және қандай жанрдағы кітаптарды көп оқисыз? Мен осы Жетісу облысының қазіргі Ақсу ауданы Қапал-Арасан өңірінде тудым, сол жерде өстім. Балалық шағым ата-әжемнің қолында өсті. Үлкен кісілер көбінесе менің балалық шағымда жыр дастандарды оқитын. Менің қызығушылығымды оятқан қазақ батырлар жыры болды. Сол батырлар жыры кітабын оқыған кезде кәдімгі қазіргі Голливудтың мультфильмдерін көріп отырған сияқты сезімде болатынмын. Ең алғашқы әдебиетке деген құмарым батырлар жырынан басталған. Көбінесе қазір енді тарихи бағыттағы кітаптарды көп оқимын. Енді арасында өзімді тұлғалық дамытуға байланысты, денсаулыққа байланысты, экономикалық, қаржылық, құқықтық сауаттылыққа байланысты кітаптар оқып тұрамын. Жалпы қазір көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақтың бірі, Елдос Тоқтарбай Түркияға көшіп кеткен бе? Енді ол көпті мазалайтын сұрақ екен білем. Маған да әлеуметтік желіден әртүрлі жазып жатады. Адам бір ортадан бір ортаға не үшін кетеді? Өзін жетілдіру үшін, дамыту үшін, жаңа нәрсе үйреніп келу үшін. Сондықтан мен Түркиядан қазір білім алып, өзімді дамыту үшін архив көріп, жалпы түрік қоғамының, түрік әлемінің тыныс-тіршілігін тану үшін кеттім. Түбі Талдықорғанға, өзімнің үйіме, ата-анама қайтып оралатынын сенем. Өйткені мен ол жерге белгілі бір мақсатпен өзімді дамыту үшін, іздену үшін және түркі әлеміне титімдей де болса бір үлес қосу үшін кеттім. Өйткені дәл осы Жетісудың үлкен тұлғасы Мұхамеджан Тынышпайұлы деген арыс бар. Сол кісі Түркістан үкіметін құрған кезде бүкіл түркі дүниесінің басын біріктіру керек деген идеяны айтқан азаматтардың бірі. Сол идеяны 21 ғасырда қайта жаңғыртып жатсақ, ол жақсы бағыттағы нәрсе емес пе? Бәрекелді. Жалпы архив деп кеттіңіз ғой, және жаңа архив бір сұхбатыңызда айтыпсыз, архивта көп нәрселер өтірік жазылуы мүмкін. Ол қалай болған сонда? Енді архивте көп нәрсе өтірік жазылуы мүмкін деген ол мынаған байланысты. Кезінде патшалық билік кезінде, советтік билік кезінде біз құлдық өмірді басымыздан өткергеннен кейін әртүрлі саяси тенденциялар болды. Сол кезде патшалық биліктің өкілдері әрбір өңірлерге саяхатпен келді, экспедициялап келді. Сол кезде деректерді бұрмалап, басқашап жазуы мүмкін. Архивтің құжаттарын бір құжатты таба салып, мен жаңалық аштым, ол мынандай нәрсе деп айту дұрыс емес. Ол құжаттың екінші, үшінші нұсқалар табылуы мүмкін. Не болмаса басқа архивпен салыстыру керек. Әсіресе мына 19-20 ғасырдың басындағы саяси, экономикалық, құқықтық, әлеуметтік жағдайға бағалау өте қиын. Ол нәзік тақырып. Оны 7 рет ойлап, 1 рет өлшеп, дұрыстап кескен шешімін айтқан дұрыс. Бұл жерде асығыстық, сезім жүрмейді. Сондықтан архивтегі құжаттарды барынша оқып, салыстырып, тұжырымдаған дұрыс деп ойлаймын. Менің өзімнің ғалым есебіндегі ұстанымым осындай. Біраз уақыттан бері өзіңіз Қыр баласы қоғамдық қорын басқарып келесіз. Бұл қордың негізгі міндеті қандай және алдағы уақытта қандай қуанышты жаңалықтармен бөлісе алады? Мен қазір Қыр баласы қоғамдық қорының қатардағы мүшесімін. Басшылықты Данияр Ихсан деген жас ғалым шәкіртіме өткізіп бердім. Қыр баласы 6 жылдық тарихында үлкен-үлкен істерді өткізді. Қазір енді түркі әлемі деңгейіне көтерілді. Түркі халықтарына ортақ үлкен жобаларды бастап ұйымдастыруға, сондай деңгейдегі шаруалар жасауға белсене кірісіп жатыр. Сондықтан Қыр баласы қоғамдық қоры ұлт азаттығы жолында атылып кеткен, сотталып кеткен, артында ұрпағы, іздеушісі қалмаған алаш тұлғаларын, беймәлім қайраткерлердің есімін жаңғыртуға, олардың шығармашылық мұрасын, ғылыми мұрасын, ерлікті өнегелерін жаңғыртуға, насихаттауға мүдделі. Қыр баласы қоғамдық қорының қазір 113-ге жуық мүшесі бар. Оның ішінде осы Талдықорғандық
жас өрендер бар. Соның бірі Ерден Рахмет деген жас ғалым бар. Болашағынан мол үміт күттіретін. Осы азаматтар қазақтың тарихын түгендеуге, жаңаша көзқараспен жазуға мүдделі деп ойлаймын. Қыр баласы қоғамдық қоры тәуелсіздікті сыйлаған, тәуелсіздікті жақындатқан, азаттық үшін күрескен азаматтардың есімдерін қайта жаңғыртып, солармен бізді қауыштырып жатса, ол үлкен бақыт, үлкен қуаныш. Мен соны құрған адам ретінде сондай бір миссияның болашақта орындалғанын көріп жатсақ, ол менің де жетістігім деп ойлаймын. Сондықтан Қыр баласы қоғамдық қоры ендігіде жаңа буын жастардың қолына өтті. Олар алдағы уақытта жаңаша серпіліс, жаңа әрекет алып келеді деп ойлаймын. Соған сенемін. Жалпы осы алаштануға, зерттеуге деген қызығушылық қай кезден пайда болды? Енді мен халық жауының ұрпағы болғаннан кейін ата-бабамыз қуғындалып, сотталып кеткен. Одан кейін Тоқтарбай деген тегімдегі атам Шығыс Түркістан Қытайға өткен, сол жақта үйленіп, ер жетіп, осы өзінің туған жұрты Ақсуға келіп орналасты. Біз сол кісінің ұрпағы болғаннан кейін ата-бабаларымыздан естіген әңгімелер, ата-бабамыздың тартқан қасіреті, зардабы, жүрекке түскен қайғылы оқиғалары мені қашанда тебірентпей қоймады. Қолға қалам ұстаған, жазалатын адам болғаннан кейін бірінші әулетімді танып көрейін, осы әулетім туралы жазайын деп ойладым. Сол әулетім туралы іздей бастағанда ата-бабамыз мектеп ашқан екен. Осы Жетісудағы тұңғыш Мамания деген мектеп ұйымдастырып, ол мектеп гимназия деңгейіне көтерілген екен. Ол мектепте бүкіл алаш азаматтар келіп қатынасқан екен. Бүкіл қазаққа ортақ тарихи тұлғалар шыққан екен. Жыр дүлдүлі болған Ильяс Жансүгірұлы сол жерде оқыған екен. Қазақстанның білім министрі қызметін атқарған Біләл Сүлейұлы сол жерде туған, сол жерде өскен, сол жерде оқыған екен. Сол географиялық ауқым көбейген сайын менің де алашқа деген қызығушылығым, махаббатым оянды. Әуелі атамның, әжемнің аузынан естіген әңгімелер келе-келе менің өмірлік мақсат мұратыма айналды. Одан кейін мен Жетісуда тудым, Торғайда оқыдым. Торғай Ахмет Міржақыптар туған жер. Одан кейін Семейде, батыста жүрдім, Астанада жүрдім. Астана Қараөткел бұрынғы. Осы жүріп өткен жерлерімнің бәрі алашпен байланысты болғаннан кейін менің алаштануға үлес қосуға, алаш тақырыбын зерттеуге мүдделі болдым. Және басқа жолда жоқ еді. Өйткені біліп тұрған, танып тұрған нәрсеңді жасамасам қиянат болатын еді. Сондықтан алаш тақырыбына перзенттік парыз, азаматтық борыш деп келдім. Жалпы осы сіздің балаларға арналған шығармаңыз көп. Халық сізді балалар жазушысы деп те біледі. Жалпы балаларға шығарма жазу қиын ба? Мен алғашқы шығармаларымды балаларға арнап жаздым, әлі де жазып келе жатырмын. Бірақ оқырман қауым көбінесе кейінгі кезде мені ғалым, алаштанушы деп танып кетті. Енді оның да бір заңдылығы шығар, өйткені айтылмай жүрген тарих, беймәлім деректерді артында ұрпағы жоқ, іздеушісі қалмаған адамдарды насихаттайсың, солардың соңынан шырақ алып жағып, адақтауға, есімін жаңғыртуға үлес қосасың. Ол қаламгерлік әрине бақыт, бірақ мен сезімнің адамы, шығармашылық адам болғаннан кейін бала тақырыбына жаным жақын, балаларды жақсы көремін. Балалармен ойнағанда бір тыныш әлемде жүресің. Менің әуелгі мақсатым жазушы болу еді. Сол арманыма, сол мақсатыма адалмын. Балаларды жазуға, жас достарымды қуантуға, қашанда жаңа тақырып жазуға, өзімді жаңа тақырыпта эксперимент жасауға, зерттеуге әрекеттер жасап жүрмін. Осы жылы да аман есен болсақ, балаларға жаңа бір кітабымды ұсынғалы отырмын. Суретті, жаңағы деректі, аңыз әңгімелер негізінде жазылған кітап. Балалар тақырыбына жазу өте қиын. Себебі балалар әлемдегі ең байқағыш халық, бала таза халық. Біз балаларға шынайы, жақсы шығарма жаза білуіміз керек. Балаға жақсы шығарма жазу үлкен өнер. Екінің бірі балаларға шығарма жаза алмайды негізінде. Жақында кітап шығады деп жатырсыз. Қателеспесем, ертең тағы бір кітабыңыздың тұсауы кесіледі, иә? Бұйырса. Ол қандай кітап? Биыл
қазақтың үлкен тұлғалары, алаш ардақтылары Мағжан Жұмабай, Сұлтанмахмұт Торайғырұлы, Біләл Сүлейұлының 130 жылдығы. Осы үш азаматтың 130 жылдық тойын Қазақстанда тұңғыш болып бастап берейін деп арнайы бір кітап дайындадым. Бұл мүлде жаңа форматтағы кітап. Мына адамның басының форматыменен жасалды, бас форматында. Бізге қазір бас керек ойлайтын. Серік Ақсұңқарұлы деген ақын бар, соның бір өлеңі бар еді. Қазақ деген кенесары, кеудесі бар, басы жоқ дейді. Біз басы жоқ, бір буынға айналып барамыз. Бас жоқ, бас ойланбайды. Сондықтан мына кітаптың нұсқасын әдейі бастың формасында жасаттым. Кез келген адам мына кітапты көргенде қандай қызық деп ойлайды. Және ана бастың ішіндегі нәрселердің барлығы адамды ойландыруға бір үлес қосады деп ойлаймын. Өйткені әр кітап былай басталады. Мысалға, Мағжанды, Біләлді, Сұлтанмахмұтты неге атылды, неге өлді, кім үшін, не үшін деген сұрақтан басталады. Және сол сұрақтың жауабы ең соңында табылады. Кітап 10 беттен тұрады. 10 беттің ішінде 5-6 сөйлемнен тұратын ғана кітап. Сол 5-6 сөйлемнің ішінде осы 44-45 жыл өмір сүрген алаш қайраткерлерінің тағдырындағы фрагменттеріндегі ең тартысты трагедиялы өмірінен бір үзікті алып, оқырманның жүрегіне жеткізуді ойладым. Бұндағы мақсат оқырманның бойындағы намысын, рухын ояту. Сол арқылы ұлтының тарихын тануға, ұлтын сүюге, ұлтшылдық көзқарасын қалыптастыруға үлес қоссам деген бір ой. Жақсы, сізге осы кітап шығарғанға, зерттеу жұмыстарын жүргізгенге қандай да бір қаржылық қолдау бар ма? Енді мен жол іздеп жүрген жолаушымын ғой. Жол іздеп жүріп, әртүрлі деңгейдегі азаматтармен кездесесің. Талай кәсіпкерлердің алдына бардым, талай қалтасында ақшасы бар деген азаматтарға барып, жағдайды айтып, осындай тұлға өткен, осындай азамат өткен, соларды қолдайық, соларға көмектесейік, солардың кітабын шығарайық. Оның ұрпағы қалмаған, ешкімі жоқ деп жүректеріне жеткізіп жүргеннен кейін бірқатар азаматтардың қолдауына ие болып, солардың демеушілігінің арқасында кітаптар шығарып, осы Қырбалас қоғамдық қорын құрдық. Менің әлі бір 10-15-ке жуық қолжазба кітабым дайын тұр. Бәрін шығара беретін болса, қаражат керек. Елдер ойлайтын шығар, бұл Елдос қай уақытта жазады деп. Мен бұл кітаптардың бәрін бір күнде жазған жоқпын ғой. Ол осы күнге дейінгі қаламгерлік, осы 17 жасымнан басталған жолымда әр күні, әр сағатым ізденумен, жазумен өтсе, соның өтеуі, соның есебі деп ойлаймын. Бірнеше тілді білетін Елдос көбіне әлеуметтік желіде болсын, ұлтшыл болайық деп ұрандап жүреді. Сіздің тарапыңызға осы тұста сын пікірлер айтылып жатпай ма? Маған өте көп сын пікір айтылады. Ол ішінде дұрысы да бар, бұрысы да бар. Жалпы елдің алдында жүрген ер азаматтың артынан айтылатын сын ол өте көп болады. Біз сынға қашанда дайын болуымыз керек. Сын адамды өсіреді, сын адамды жетілдіреді. Әрине ол әлбетте жақсы сын болса, мен жақсы сынды қабылдаймын, өйткені өзім де сыншымын ғой, сын айтамын. Бірақ орынды орынсыз сындар бар. Жүрегіңді ауыртатын, жолыңды кесетін, жолыңа бөгет болатын нәрселер. Бірақ менің қолымнан ешкім қаламын тартып алмайды. Алла тағала менің қолыма қалам ұстатты, таңдайыма жақсы сөз салды. Мен ол нәрсені жазуға, айтуға міндеттімін. Менің жүрегімдегі алашқа деген махаббатты, еліме деген махаббатты, ұлтшылдығым ол өзіммен бірге кететін қасиет. Мен ұлтшыл деген атымды биік қоямын. Ал енді мен доллардың бетіндегі сурет емеспін ғой, жұрттың бәрі маған ғашық болатын, жұрттың бәрі мені ұнататын. Сондықтан кім қалай қабылдаса, солай қабылдасын. Менің өмірдегі мақсатым бір адамның жүрегіне бір жақсы сөз жеткізу. Мен жазушы болу үшін атақ алып, бір марапат алып, бір бай болайын, немесе елге танылып қалайын деген мақсатта жүрген жоқпын ғой. Менің жазушы есебіндегі миссиям бір оқырманның жүрегіне жылы сөз жеткізіп, оқырманның ой әлемін қалыптастырып, оқырман өзін өзі танитын деңгейге жеткізсек, сол сөзім Абай атам айтқандай шын жүректен шыққан сөз сол жүрекке болсын кез деген сияқты жүрегімнен шыққан сөз біреудің жүрегіне жетіп жатса, ол мен үшін бақыт, мен үшін қуаныш. Ал енді сын деген айтыла береді. Ол әр сынға қарап отыратын болсам, мен баяғыда жынданып кетпейтін бе едім. Сондықтан айтылатын сын айтыла берсін. Оны уақыт таразы бар, екіше алады. Сондықтан мен бір жерде тоқтап қалмаймын. Керісінше сол дұшпандарым көбейген сайын мен алға жылжып соны істеп жатырмын. Айтылған сын айтыла берсін, оған қарап тоқтап қалмаймын. Уақыт өлтіргім келмейді. Мен үшін ең құнды нәрсе уақыт. Мынау ағылшындарда мынандай құндылық бар, ақша уақыт деген. Сондықтан уақыт мен үшін ақша, уақыт мен үшін жетістік, уақыт мен үшін даму.
мен алға қарай жылжуды мақсат еткен адаммын, сондықтан мен туралы айтылған сын пікірге ешқайсысына назар аудармаймын және ешқайсысына жауап та бермеймін. Ол жауап беретін болсаң жүйке ауруына ұшырайсың және сөз қуған қазақпыз біз, сөзден сөз шыға береді, ол дау-дамай ұласа береді. Сондықтан мен керек жерде өзіме мынау дұрыс екен, мынадан алам, мынадан нәтиже шығарам деймін, ал дұрыс емес болса қолымды бір сілтеп жүре беремін. Жолымды кесіп деп айтып қалдыңыз және ондай адамдар болды ма аяғыңыздан шалған? Мен енді осы күнге дейін бір нәрсені жасасам, Аллаға шүкір, таза өзімнің еңбегім. Ал енді осы күнге дейін менің жолымды кескендер қаншама болды. Әдеби байқауларда, әдеби атақтарға келген кезде кітабымды шығармай жатты. Менің соңғы рет Мәдениет министрлігінен кітабым 2017 жыл ма, 16 жыл ғой деймін шықты, өзім ұмытып қалдым. Сол жылы шықты. Одан бері менің кітабым тек қана спонсорлар, демеуші кәсіпкерлердің, қалталы азаматтардың арқасында шығып келе жатыр. Мемлекеттің бір тиынын алған адам емеспін. Және мемлекеттің ақшасын шашып жатқан жоқпын. Керісінше сол мемлекетке қалай пайда тигізсем деген азаматпын. Сондықтан жолымды бөгегендер бөгеді, әлі күнге дейін жауып жатқандар бар. Сондықтан енді не істейсің, енді ол бөгейтін адам бөгейді, ол жолыңды бөгеген екен, жапқан екен деп тұрмайсың ғой. Аяғыма талай шеңгел де кірді, шөп те кірді, тас та кірді, табанымды тілді, маңдайыма тас та тиді. Одан сабақ та алдық, бірақ бұл менің жолым, менің таңдап алған нәрсем. Жазушылық ол туа бітті сенің оппозициясың, сен қарсы күрессің, сен өзіңнің жан дүниеңмен арпалысып, сөз шығарып, жаңа бір нәрсе жасап жатқан адам болғаннан кейін шығармашылықтың түбірі өзі творит қой, бір нәрсені ойлап табу, жасау. Сен өз-өзіңмен күресіп жүрген адамсың. Сондықтан сырттағы адамның әңгімесі маған ешқандай әсер етпейді. Жолын жақсы жаба берсін. Алла тағала жаңағы әділ жолда жүрген адамның, шындығын жоғалтпаған адамның жолын ашады деп ойлаймын. Жолың аяғыңыздан шалатын емес, жолыңызды ашатын адамдар көп болсын дейміз. Әлихан Бөкейхан қазақтың бренді дейсіз. Ал дәл қазір Әлихандай адамдар бар ма? Мен қазақ тарихында ең жақсы көретін үш тұлғамның бірі Әлихан. Әлихан Бөкейхан қазақ тарихындағы қайталанбас тұлға, пассионар. Ол кісі 9 тілді білді. Өте мықты адам, заңгер, экономист, кәсіби дипломат, кәсіби мемлекет қайраткері деңгейіне көтерілген адам. Бір мемлекетті құрған адам, рухани жаңғырулық, модернизациялық қозғалыстың төрағасы болған адам, жаңа үкімет жасақтаған адам, қазақ қоғамына әділ сайлау жасап әкелген, қазақ қоғамына демократиялық жаңғыртуды көрсеткен, реформа жасаған адам. Сондықтан бұл тұлға біз үшін бренд. Біз әлемге кіммен мақтанатын болатын болсақ, Әлиханмен мақтануға болады. Өйткені Әлихан жаңа мемлекеттің сипатын, платформасын жасаған адам. Және тәуелсіз мемлекеттің қалай болу керек, қалай даму керек екенін бағыт-бағдардың картасын жасап көрсетіп кеткен адам. Өкінішке қарай бүгінгі қазақ қоғамында қазаққа ақысыз, пұлсыз, жаны мен жүрегімен қызмет еткен Әлихан сияқты азаматтар жоқ. Мен сондай азаматтарға зәрумін, шынымды айтсам. Сондай қыз-жігіттерді іздеймін қазақ қоғамынан. Өйткені бізге Әлихан сияқты азаматтар керек. Қазір қазақ қоғамында жаңа туып жатқан есімдерге, балаларға Әлиханның атын беріп жатыр. Бұл үлкен қуаныш. Бізде Әлихан, Ахмет, Міржақып сияқты азаматтардың қатары көбейетін болса, біз шын мәнінде ұлт ретінде өсеміз, дамимыз. Біздің ұлтымыздың әр азамат ұлтшыл болатын болса, әр азамат мемлекетшіл болатын болса, әр азамат қара тырнағынан қал кеткенге дейін ұлтына шынайы қызмет етуді ойлайтын болса, біз шын мәнінде жер бетіндегі рухы биік, ешкім сындыра алмайтын, ешкім құл қыла алмайтын, ешкім таптамайтын халыққа айналатын едік. Өкінішке қарай бүгінгі жастардың бойында жалтақтық бар. Алдыңғы буынымыз жағымпаз, алдыңғы буын жағымпаз болып алып бүгежек болды, кейінгі буын қорқақ болып қалды. Мен сондай нәрсені қоғамнан жойғым келеді. Сондықтан көп алдыңғы толқын ағалармен пікірім жараспай қалып жатады, сөз таластырылып қаламыз. Оның барлығы мен олар жек көргеннен емес, керісінше қазақ қоғамы алға қарай жақсарса деген ықылас пейілден айтып жатамын. Өйткені халық патриот болатын болса, ел бақытты болады. Ахмет Байтұрсын айтатын бір сөзі бар. Елде жоқ рух ақынның сөзінде қайдан болсын дейді. Халықта рух болмаса, ақын шын мәнінде рухты қайдан алады? Сол сияқты бүгін ақын жазушымын деп жүрген адамдар халықтың алдында жүрген кезде халықтың рухын ояту керек. Біз мынау тапталып қалған советтер заманында
күйреп қалған туымызды қайта көтеріп, намыс туын көтергенде және ұлтшыл болғанда, ұлттық рухымызды көтерген кезде мықты боламыз. Ұлтшылдық деген ол басқа бір ұлтты қинау, басқа бір ұлтты көре алмау емес, ол нацизм бөлек, ұлтшылдық бөлек. Ұлтшылдық аударылмайды, ұлтшылдық деп аударылады. Қазақ ұлтшылдығы, ұлтты сүю дейді. Сол сияқты біздің әр бала жасынан ұлтшыл болып, мен қазақпын, мен қазақ болып туғаныма бақыттымын дейтін болатын болса, біздің қоғамда патриоттар саны көбейеді. Өкінішке қарай бүгін сен кімсің дегенде, мен бәленбайдың баласымын деп тұрады. Абай айтады, атаның баласы болма, адамның баласы бол дейді. Бізге адамның баласы болатын және қазақты жанымен, жүрегімен жақсы көретін патриоттар керек. Біз сондай азаматтарға зәруміз. Өкінішке қарай, ондай азаматтар әзірге арамызда жоқ. Бірақ Әлихан сияқты азаматтар арамызда болады деп ойлаймын. Текті әкелер бар да, текті аналар бар да, ондай ұрпақтар туы керек және тудыруымыз қажет. Ұлтшыл болу үшін тектен бастау керек па? Жаңағы оф, еф деген жалғаулар көп қой бізде. Өзіңізде де Тоқтарбай деп қана қаласыз да. Кезінде Бауыржан Момышұлы атамыз айтып кетті ғой. Ол туралы сіз де өзіңіз бір сұхбатыңызда айтып жүрсіз. Мен ұлтшылдықтың бірі құлдық санадан арылу деп ойлаймын. Құлдық сана дегеніміз, біз оф, еф деген фамилияңды, яғни тегіңде жұрнақ жалғау тұратын болса, сен әлі күнге дейін орысқа қызмет етіп отырсың. Мәселен, бұның мен өте бір ләззаттанатын нәрсе мынау. Мен загран паспортында, көк паспортында шетелге шыққан кезде паспорт бақылаудан жаңағындай өтесің ғой, сол кезде басқа мемлекеттің адамы сенің фамилияңды кәдімгі Тоқтарбай деп оқиды да, қиналып тұр. Сонда қуанасың. Мәселеге шетелге сенің аты жөнің бір жерге ұсынылған кезде, егер менің фамилиямда Тоқтарбаев тұратын болса, ол мені автомат түрде орыс деп ойлайды. Өйткені еф қой. Менің славян халықтан айырмашылығым жоқ. Ал Тоқтарбай болатын болса, бұл басқа бір халық екенін ойлайды да. Сондықтан біз өзіміздің құлдық санадан арылудың жолын көрсек, аты жөніміз дұрыс жазайық, қазақша сөйлейік, қазақша ойлайық, тіпті қазақша түс көрейік. Осының өзі ұлтқа қызмет деп ойлаймын. Қазаққа қызмет қылу үшін бай болу, мықты болу шарт емес. Қазаққа қызмет қылу үшін адал, ақжүрек, шын пейілді болуың керек. Осының өзі адам баласының бойынан табылып жатса, үлкен қуаныш. Қазіргі қоғамда жастар кітапқа бет бұрып келе жатыр. Қазір келе жатыр. Бұрын енді ғаламтордың заманы деп, бұрын демей қойын, осы 21 ғасыр ғаламтордың заманы деп жатырмыз, бірақ өзімізге де кітапханаға келіп жатқан жастардың арасынан байқаймыз, жастардың кітапханаға көп келетінін. Соған байланысты оқырмандарға қандай кітаптар ұсынасыз? Қазір мына жаңа заман, жұрттың бәрі кітапты жақсы оқиды. Өйткені кітап ешқашан өзінің құндылығын жоймайды, кітап ешқашан трендтен кетпейді. Жыл өткен сайын адам рухани қайыршылыққа ұшырайды, рухани кедейшілікке ұшырайды, тіл байлығы азаяды, өз-өзіменен жалғызсырап, депрессияда жүрген кезде адам кітап оқып, кітаптан бақыт табады. Қазіргі қоғамда кітап дүкендерінің саны артты, кітап оқитын ұрпақ көбейіп келе жатыр, оған қуанамыз, шүкір. Өйткені кітап қашанда болсын ақылшы дос. Біз кітаптан ажырамауымыз керек, тамырымызды кітаппен байланыстыруымыз керек. Қазір кітапханаларда коворкинг орталықтар ашылды, кітапханалар жаңаша жұмыс істеп жатыр. Бұның бәрі қуантады. Ал енді қазіргі оқырман қандай кітаптарды оқу керек? Мен 10 кітап айтам, бірақ 10 кітапта әртүрлі бағыттан болады. Мәселен, ең бірінші айтатын кітап біздің қазақ қоғамындағы жастар үшін ең бірінші оқитын кітап Мұхтар Мағауиннің қазақ тарихының әліппесі. Бұл кітапта қазақ хандығы қалай құрылды, біз қандай батыр халық болдық, қандай мықты халық болдық, және қалай құлдық өмірге кеттік, қалай құл болдық, қалай бодандық өмірде атылдық, сотталдық, қалай ашаршылыққа ұшырадық, соның бәрі әдемі айтылған бірінші кітап осы. Екінші кітап Григорий Петров дегеннің Финляндия ақ лала гүлдер өлкесі деген кітап бар. Бұл кітапты кез келген оқырман оқыса деп ойлаймын. Өйткені бұл кітап құлдық санадан арылтуға, ұлтыңа қызмет қылуға ойлайтатын, ұлтыңның махаббатын танытатын, ұлтыңа деген сүйіспеншілігін күшейтетін кітап. Бұл кітап міндетті түрде оқу керек. Үшінші кітап Қайрат Жолдыбайдың жазып шыққан кітабы бар. Жақында шықты. Кемел адам деген. Өте керемет кітап, мотивациялық кітап, діни тұрғыдан да, тұлғалық тұрғыдан да жетілдіретін, адамды дамытатын кітап. Міндетті түрде оқыңыз деп ойлаймын осы кітапты. Төртінші кітап
Арасанбай Естенов деген біздің осы Жетісудың жазушысы бар. Сол кісінің біздің батыр бабалар деген балаларға арналған кітабы бар. Мұны балалар міндетті түрде әкелер балаларымен, аналар балаларымен оқитын болса, біздің тарихымыздағы тұлғалар танып шығатын еді. 5-ші кітап Сайын Мұратбекұлының Менің қарындасым деген кітап бар. Мен бұны әрбір бой жеткен бозбалаға ұсынамын. Өйткені бұл кітапта қарындасты қалай сыйлау керек, қарындасқа қалай қарау керек, қыз қандай болу керек, жігіт қандай болу керек, осы кітапта әдемі жазылған. Осы шығармадан адам өзінің эстетикалық, махаббаттық сезімдерін, қасиеттерін дамытады деп ойлаймын. Одан кейін ұсынатын кітабым ол міндетті түрде оқу керек кітап Жүсіп Баласағұнның Құттыбілек кітабы. Бұнда мемлекетті басқару, ішінде қазақтың алдындағы түрік дәуіріндегі біздің қанат сөздеріміз, ой пікірлеріміз, мотивациялық ой пікірлер, мемлекеттің басқару реформалары қалай болу керек, барлығы сипатталған. Одан кейінгі ұсынатын кітап Бейбіт Сарыбай деген біздің жерлес жазушымыз бар. Сол Бейбіт Сарыбайдың Рауғаш ерте гүлдейді деген кітабын ұсынамын. Бұл кітапты бой жеткендер де, бозбала да, жасөспірімдер де үлкен аудиторияда оқыса болады. Міндетті түрде оқитын кітаптардың қатарына. Одан кейін ұсынатын кітабым Тұрсын Жұртбайдың Ұраны Алаш деген 3 томдық кітабы. Бұл кітаптан Алаш тарихын танып шығады. Бұл кітапта Алаш қайраткерлерінің қуғындалуы, сотталу процестері керемет жазылған. Міндетті түрде оқысын деп айтамын. Одан кейінгі соңғы кітап Абай атамыз туралы жазылған керемет бір кітап бар. Бұл Анық Абай деген Тұрсынжан Шапайдың кітабы. Бұл кітапты біз Абайдың болмысын, Абайдың дидарын, Абайдың қайраткерлік, тұлғалық, пенделік қасиеттерін танып білуімізге арналған кітап. Осы кітаптарды оқыған оқырман ешқашан өкінбейді деп ойлаймын. Кітап оқыңыздар, кітаппен дос болыңыздар. Кітап адамды дамытады, кітап адамды өсіреді, кітап адамның білмеген нәрсесін білдіртіп, жетілдіріп отыратын ақылшы дос. Бәрекелді, рахмет. Бұл 10 кітабыңызды бізде алдағы уақытта жариялайтын боламыз. Негізі осыған дейін сіздің ұсынған 10 кітабыңызды әлеуметтік желіде жариялаған болатынбыз. Елдос аға, осы сұхбатымызға келіп, құттарлы сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Түрік елінен осы елімізге аз уақытқа келсеңіз де, уақыт тауып келгеніңіз үшін ол біз үшін үлкен мәртебе деп білеміз. Рахмет, алдағы уақытта шығармашылық табыстар. Әумин. Сіздерге де жеміс, сәттілік тілеймін, оқырмандарыңыз көп болсын. Жалпы жазған нәрсеміз оқырманның қолында тоза берсін. Жақсы күндерде кездесейік. Рахмет. Құрметті көрермендер, оқырмандар, бізде бүгін сұхбатта болған алаштанушы ғалым, балалар жазушысы Елдос Тоқтарбай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.